Саламатсыздар ма балалар? Әдебиеттік оқу сабағымызды бастаймыз. 84-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы суды қалай ішеді. Сабақтың мақсаты су туралы түсінік беру, сусынның қандай түрлері пайдалы екендігін түсіндіру, судың денсаулыққа пайдасы туралы толық түсінік беру. Оқулықтағы бірінші тапсырмаға қараймыз. Су сөзіне қатысты 5 сөз және 5 сурет ойластыр дейді. Төкпе, барма, қалдырма, баспа, төкпе және де осыларға тыйым сөздерді қосып айта кетейік. Суды бекер төкпе. Түнде су алуға барма. Судың бетін ашық қалдырма. Түнде су төкпе. Лас су төккен жерді баспа. Балалар, мына суретке қарай отырып, тыйым сөздерді есімізге түсіріп өтейік. Суды төкпе. Түнде суға барма. Лас жердегі суды баспа. Судың бетін ашық қалдырма деген тыйым сөздерге мұны суреттердегі мысалдарды көре алады екенбіз. Балалар, екінші тапсырмаға қараймыз. Өлеңді рөлге бөліп, мәнерлеп оқуға жаттық дейді. Балалар, оқулыққа қараймыз. Жануарлар суды қалай ішеді дейді. Мына жерде берілген жануарлар туралы өлеңдерді оқып шығамыз. Жылқы жан жағына елеңдеп, үзіп-үзіп ішеді. Тұнық суға тереңдеп, жүзіп-жүзіп ішеді. Себебі не сондағы, тым талғампаз болғаны. Қой бас алмастан сіміріп, демде қанып алады. Томпаң-томпаң жүгіріп, өріске ұзап барады. Себебі не сондағы, адал момын болғаны. Түйе ұзын мойнын қашыққа бұрып тұрып ішеді. Асық мейлің асықпа, тұрып ішеді. Себебі не сондағы, сабырлы нық болғаны. Ешкі қойлар менен таласып, иықтасып ішеді. Әркімге бір жанасып, тиіп қашып ішеді. Себебі не сондағы, ұшып қомба болғаны. Сиыр қара мұның айласын байқап ішеді. Шаңырақ мүйіз дәубасын шайқап ішеді. Себебі не сондағы, сәл мазаңдау болғаны. Ит шашыратып шығындап, жалап ішеді. Жан жағына ырылдап, қарап ішеді. Себебі не сондағы, тым қызғаншақ болғаны. Мысық көзін жұмып көлгірсіп, жалап ішеді. Бәрін өзі білгірсіп, санап ішеді. Себебі не сондағы, сонша сараң болғаны. Олар дәптерімізді ашып, оқулықтағы сөздікті көркем әдемі етіп көшіріп алайық. Сіміріп сөзінің мағынасы тоқтамастан ішу. Ұшып қону деген сөздің мағынасы ұшқалақ деген мағынаны білдіреді. Дәптерлеріңе көркем, ұқыпты етіп көшіріп жазып алыңдар. Балалар, 4-ші тапсырмада өзің қандай сусын ішесің, қандай сусын ішкен пайдалы деп ойлайсың дейді. Бізге айран, шұбат, қымыз, шырындар, кола және тассай сулары суреттері берілген. Осының ішінде сен өзің қай сусынды ішесің және қандай сусын ішкен бізге пайдалы деп ойлайсыңдар. Бізге бұның ішінде пайдалысы қымыз, айран, шұбат. Балалар, сендер де осыларды ішетін шығарсыңдар деп ойлаймын. Балалар, оқулықтағы 5-ші тапсырмаға қараймыз. Судың денсаулыққа пайдасы деген тақырыпта сөйлеуге дайындал дейді.
немесе өздерің судың денсаулыққа пайдасы деген кішкене тақырыпта мәтін жазуларыңа болады. Судың денсаулыққа пайдасын білеміз балалар, және су туралы өз түсінгендеріңді әдемі көркем етіп бейнелеп жазыңдар. Балалар, осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Назарларыңызға көп рахмет.